құрметті ЕРМ Шымкент оқырмандары, бізде бүгін таңғы пункция, фолликулдарды пункция жасап, эко бағдарламасын жүргізбекшіміз. Бүгінгі емделушім 28 жаста, 6 жыл болды. Біріншілік бедеулік, ерлер факторы бойынша. Біздің орталықты ескерте кететін жайт, біздің орталықты тек қана эко бағдарламасы әйелдер аналық жасушасына ғана байланысты емес, бізде жаңағы еркектік факторға байланысты біз осы емделушіге қатысты жолдасын параллельно дейді ғой, қатарымен теза операциясына аламыз. Өйткені тек қана фолликулдардың пункциясы ғана өтпейді, бізде теза отасы арқылы аталық ұрықтың шығару операциясы да жүргізіледі. Бүгінгі біздің жұмысымыз уролог-андрологтармен қатар, эмбриологтармен қатар және де репродуктологтардың бірлескен командалық жұмыс болмақшы. Сәттілік. Науқаста обструктивті емес азоспермия, қазір микротеза отасы жоспарлануда. Азоспермия кезінде ең эффективті әдіске жатады. Ұрық анықталуы 50-50, 56% шамамен құрайды. Ұрық табамыз деп ниеттенеміз.